Армысыздар неге арнасының көрермендері? Чупакабра, латын сөзінен аударғанда чупар сору, кабра ешкі, сөзбе сөз соратын ешкі вампирі, ғылымға белгісіз жаратылыс. Көбінесе қала балаларының арасындағы аңыздың кейіпкері. Аңыз бойынша чупакабра жануарларды, негізінен ешкілерді өлтіреді және олардан қан сорады. Чупакабра көбінесе көркем фильмдердің, сериалдардың, кітаптардың және мультфильмдердің кейіпкеріне айналған. Чупакабраның бар немесе жоқ екендігі туралы сенімді ақпарат жоқ. Осыған қарамастан, бұқаралық ақпарат құралдары чупакабраны көрген куәгерлердің әртүрлі аймақтардан жеткен ақпараттарын мезгіл-мезгіл таратады. Ол көбінесе ауру немесе мутация нәтижесінде өзгеріске ұшыраған жануарлар, яғни иттер, койоттар, түлкілер болуы ықтимал. Бірақ қорадағы қойды талап, тауықтардың қанын сорып кетіпті деген әңгімелер әлі күнге тоқтар емес. Бірақ ол құбыжықты нақты көрген ешкім жоқ. Бірақ жабайы ит немесе мысық, я болмаса мысық, тышқан тұқымдастар болуы да мүмкін. Бірақ адамдар арасында чупакабраның нақты бейнесі қалыптасқан. Адамдар да оған сенеді. Ендеше мұны қалай түсінуге болады? Ол бар ма, жоқ па? Бар болса, неге көрінбейді? Жоқ болса, неге аңыздың соңына нүкте қойылмайды? Ғалымдар неге анықтамайды? Сұрақ көп, жауап жоқ. Сіз қалай ойлайсыз? Бар ма чупакабра, жоқ па? Комментарий қалдырады деп сенемін. Ендеше келесі жануар туралы сөз қозғайық. Ол жануар ма, аң ба? Чебурашка жазушы Эдуард Успенский 1966 жылы Гена қолтырауыны және оның достары кітабының және оның жалғасының басты кейіпкерлерінің бірі ретінде ойлап тапқан кейіпкер. 1969 жылы осы кітаптан түсірілген Качановтың Гена қолтырауыны мультфильмі шыққаннан кейін кейіпкер кеңінен танымал болды. Бірақ ол аң орманда бар дегенге әлі күнге сенетіндер бар. Сіз қалай ойлайсыз? Чебурашка бар ма өмірде, жоқ па? Ол маймыл ма? Иә, ұқсайды, бірақ ол маймыл емес сияқты. Ендеше комментарий қалдырыңыз, жарай ма?